Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар? Мен Мира Мерекенова. Бүгін сіздерге балалармен сабақта оқу жылдамдығын арттыру бағытында қалай жұмыс істеп жатқанымызды қысқаша айтып өткім келеді. Негізі көп жағдайда бала баяу оқыса, біз оны ерженшектікпен немесе қабілетсіздікпен байланыстырамыз, Ал шын мәнінде негізі балаға дұрыс оқу дағдысы әлі қалыптаспаған болуы мүмкін. Сабақ барысында біз баланы асықтырмай, қысым жасамай жұмыс істеуіміз керек. Негізгі қолданылатын әдістеріміз ол таймермен оқу. Сосын тоқтамай оқу дағдысын да қалыптастырамыз. Және сөзді әріптеп емес, тұтас көру. Бұл әдісті баланың зейінін күшейтіп, оқу кезінде сенімді болуына көмектеседі. Ең бастысы, оқу жылдамдығы артқанмен мәтінді түсіну сақталады. Алдағы келесі сабақта біз осы дағдыларды жалғастырып, баланың оқуын тұрақтандыруға және оқуға деген қызығушылығын арттыруға назар аударамыз. Үйде баланы асықтырмай, басқа балалармен салыстырмай, жай ғана қолдау көрсетулеріңіз біз үшін үлкен көмек. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше.